Сәлем достар, бүгінгі видеода мен ағылшын тілін үйренуде өте көп өзіме көмектескен сайттар, приложение туралы айтатын боламын. Бұл видео тек қана белгілі бір деңгейдегі ағылшын тілін үйреніп жатқан жандарға ғана емес, тіпті енді бастап жатқан, не болмаса ағылшын тілін дамытуды әлі жалғастырып жатқан жандарға арналады. Және де мен осы айтып жатқан сайттардың ссылкасын описаниеге қалдырып кететін боламын. Сол себепті де жай ғана описаниеға кіріп, қалдырған ссылканы басу арқылы мен айтқан сайттарға кіре аласыздар. Бірінші сайты ол менде бұл жерде подкасттар берілген. Осы подкасттарды тыңдау арқылы өздеріңіздің listening, яғни тыңдалымды дамыта аласыздар. Сонымен қатар ол жерде тек қана подкасттар ғана емес, сонымен қатар әртүрлі идиома, өте көптеген advanced сөздерді де үйрене аласыздар. Бұл канал, яғни Telegram каналдан іздеу арқылы бұл каналды таба аласыздар. Мен өзім бұл каналдан подкасттарды әртүрлі жіберілген аудиоларды күннеге тыңдаймын. Сол себепті де менің listeningім бір деңгейде қалып қоймайды, не болмаса белгілі бір деңгейден түсіп кетпейді. Осы подкасттарды жиі тыңдау арқылы өзімнің listening skillді дамыта аламын. Келесі сайт ол бізде Listen in English. Бұл сайттан да сіздер өздеріңіздің listening skillді дамыта аласыздар, яғни тыңдалымды дамыта аласыздар. Бұл сайтқа кіру арқылы сіздер тек қана listeningді дамытып қана қоймай, жаңа сөздерді үйренесіздер. Бұл сайттар тек қана, мен айтып жатқан сайттар тек қана бір деңгейге арналмаған, жоғарғы не болмаса төменгі деген секілді. Бұл сайттарға кіру арқылы сіздер өздеріңізге қажет, өздеріңіздің деңгейлеріңізді анықтап көрсететін болсаңыздар, ендеше бұл сайттардан өздеріңіздің деңгейлеріңізге арналған тест, видеоларды көре аласыздар. Осы секілді Listen in English деген сайттан да өзіңіздің деңгейіңізді көрсету арқылы өзіңіздің деңгейіңізге қажетті жаңа сөздерді үйрене аласыздар. Сонымен қатар бұл жерден тек қана подкаст, не болмаса әртүрлі видеоларды көріп қана қоймай, өздеріңіз көрген видеодан кейін тест тапсыратын боласыздар. Келесі үшінші сайт ол бізде Test English. Бұл жерден сіздер тек қана бір скиллді ғана дамытып қоймайсыздар. Барлық 4 скилл қамтылған, яғни speaking, writing, reading, listening. Осы скилл бойынша сіздер тест тапсырасыздар және өздеріңіздің деңгейлеріңіздің қаншалықты жоғарылап жатқанын байқай аласыздар. Келесі 4-ші сайт ол бізде Free English, яғни английский клуб. Ол жерден сіздер әртүрлі кітаптарды жүктеу арқылы жаңа сөздер үйренесіздер, сонымен қатар өздеріңіздің reading, яғни оқылымды дамыта аласыздар. Бұл сайттардың барлығының ссылкасын мен описаниеге қалдырып кететін боламын. Сонымен қатар мен өзім Telegram канал ашқан болатынмын. Ол Telegram каналда тек қана осы бүгінгі видеода ғана айтылған сайттар ғана емес, сонымен қатар өте көптеген сайттар мен приложение, кітаптармен бөліскен болатынмын. Сол себепті менің Telegram каналыма кіріп, ол жерден әртүрлі сайттарды, кітаптарды таба аласыздар. Ол Telegram каналды мен описаниеге қалдырып кететін боламын. Келесі сайт ол бізде British Council. Ол жерде де біз 4 скиллді дамыта аламыз. Ол жерде тек қана тест жұмыстармен ғана айналыспайсыздар, яғни әртүрлі грамматика, жаңа тақырыптар, жаңа идиома деген секілді әртүрлі тақырыптар қамтылған. Сол бойынша сіздер әртүрлі тақырып бойынша жаңа нәрселер үйреніп, сол бойынша өздеріңіздің үйренген материал бойынша тест тапсыратын боласыздар. Сайт ол бізде Engvi. Бұл сайт көбінесе ағылшын тілін түсінетін, ағылшын тіліндегі сабақтарды ағылшын тілінде түсіне алатын жандарға арналған. Егер де сіз ағылшын тілінде видеоларды түсінетін болсаңыз, әртүрлі сабақтарды түсінетін болсаңыз, ендеше бұл сайтқа кіру арқылы жаңа тақырыптарды, жаңа идиомаларды, жаңа сөзді үйрене аласыздар. Келесі сайт ол бізде Home English Practice деп аталады. Ол жерден де 4 скилл қамтылған. Ол жерден сіздер өз деңгейлеріңізді көрсету арқылы әртүрлі тест орындайсыздар, сонымен қатар әртүрлі тақырыптарда көптеген жаңа ақпараттар аласыздар. Өздеріңіз алған ақпарат бойынша кейіннен тест тапсырып, қаншалықты тақырыпты түсінгендеріңізді біле аласыздар деп айтуға болады. Сайт ол бізде IELTS Training Online. Ол жерден бізде көбінесе speaking скиллға өте көп көмектеседі, өйткені
Тіпті сіздер IELTS-қа дайындалып жатқан болсаңыздар, не болмаса IELTS-қа дайындалмай жаңа IELTS материалдарымен ағылшын тілін үйренгілеріңіз келсе, ендеше осы сайттан сіздер speaking skill бойынша әртүрлі тақырыптарда құрастырылған сұрақтарға жауап беру арқылы өздеріңіздің speaking skillді дамыта аласыздар. Айтатын ол менде сайт емес, приложение. Егер де сіздер сөз үйреніп, бірақ та ол сөздерді қағазға әлі күнге дейін жазатын болсаңыздар, кейіннен жазған қағаздарыңыз таппай өте көп уақыт алатын болса, ең дұрыс шешім ол Quizletті жүктеп алу. Quizlet арқылы сіздер өздеріңіздің телефондарыңызда жаңа сөздерді жазып, өздеріңіз қалаған уақытта, қолдарыңыз бос болса, осы Quizlet приложениесіне кіріп, жаңа сөздерді қайталай аласыздар. Сонымен қатар ол жерде тек қана өздеріңіздің өздеріңіздің сақтаған жаңа сөздеріңіз ғана емес, сонымен қатар әртүрлі деңгейге арналған, мысалы, папканы ашу арқылы өзге адамдардың құрастырған карточка, яғни жаңа сөздерін қайталап көрсеңіздер болады. Осы сайт ол бізде Youglish, яғни бұл сайттан сіздер егер де жаңа сөз үйреніп, бірақ та ол жаңа сөзді қай жағдайда, қандай кезде қолдану қажет екен түсінбеген болсаңыздар, білмейтін болсаңыздар, ендеше осы сайтқа кіру арқылы өздеріңізге бір жаңа сөзді сол сайттан жазу арқылы әртүрлі адамдардың сіз үйреніп жатқан жаңа сөзді қандай жағдайда, қай кездерде қолданатын туралы бір түсініктеме қалыптастыра аласыздар. Және де мен осы айтып жатқан приложение сайттарды мен өзім жиі қолданамын, және осы сайттардың маған тигізер көмектескені, яғни өте көп көмектесті. Сол себепті де мен өзім қолданып көрген сайттарды сіздерге ұсынып жатырмын. Сонымен қатар менің Telegram каналыма кіріп, ол жерден әртүрлі ссылка, әртүрлі сайттарды, приложениені таба аласыздар. Тек қана приложение ғана емес, сонымен қатар ол жерде әртүрлі кітаптарда қамтылған, IELTS бойынша сөздер де бар. Сол себепті де менің Telegram каналыма кіріңіздер. Telegram каналда мен өзім қолданған сайттар, приложение, кітаптарды бөліскенмін, және сол бойынша өзіме қатты көмектескен приложение болсын, сайт болсын, кітап не болмаса соларды Telegram каналыма бөлісіп отырамын. Ендеше менің осы ағылшын тілін үйренуге көмектесетін сайттар, приложение осымен аяқталды. Өздеріңіз описаниеде қалдырған ссылкаға кіріп, қаншалықты көмектесті, қаншалықты сіздерге ұнады, соны комментарийға жазып кетсеңіздер болады.